Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Қазбаева Раушан Жұмабекқызы. Сіздермен бүгін 7-ші сыныптың 2-ші оқу тоқсанына арналған дүниежүзі тарихы пәнінен Қырым соғысының себептері мен салдары қандай болды деген тақырыпта мәселе қарайтын боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты 18-19 ғасырлардың ортасындағы халықаралық қатынастардағы өзгерістерді сипаттау деп берілген. Балалар, Қырым соғысы бұл кейбір әдебиеттерде шығыс соғысы деп те аталатын 1853 пен 1856 жылдары Ресей империясы, Ұлыбритания, Франция, Осман империясы және Сардиния одақтарының арасында өткен үлкен соғыстың жалпы атауы. 19 ғасырдың орта кезінде Ұлыбритания мен Франция Ресейді таяу шығыстағы рыноктан ығыстырып, Осман империясын өз ықпалына бағындырған болатын. Олар Ресейді Қара теңіз жағалауынан шеттетіп, Қырым мен Кавказды иеленуді басты мақсат етті. Жалпы Қырым соғысында Ресей империясының көздеген мақсаты Қара теңіздің үстінде орналасқан Қырым түбегін Осман түріктерінен тартып алу болатын. Екінші мақсаты елдің батыс бөлігінде орналасқан Кавказ елді мекеніндегі мемлекеттерді де өз қарамағына қосу еді. Соғыстың басталуына негізгі себеп болған нәрсе бұл Ресейдің патшасы 1 Николайдың 1853 жылы түрік сұлтанына жолдаған ультиматум түріндегі талабында жатты. Талаптың ішінде Осман империясының құрамындағы барлық православиелік халықтарға қасиетті жердегі православие шіркеуінің мәртебесін және орыстардың ықпалын мойындау талап етілген болатын. Ресей империясы бұл жерде Қырым түбегін алғысы келіп тұр және екінші мақсатында мына аталмыш алдарыңыздағы картада көрсетілген Қырым түбегінен кейінгі Кавказ бойында жатқан елдерді осы православ шіркеуін сылтау ете отырып, өзінің қарамағына қосуды мақсат етіп еді. Осыдан 1853 пен 1856-ға дейін созылған орыс-түрік соғысы, немесе екінші бір атауында Қырым соғысы деген атаумен тарихи сахнаға шыққан соғыс орын алады. Алғашында түріктер орыстардан ойсырай жеңілді. Адмирал Нахимов басқарған орыстардың Қара теңіздегі флоты түріктерді тізе бүктіріп, қай шайқаста болмасын басымдылық танытты. Бірақ 1 Николай патшаның жіберген үлкен қателігі бар еді. Ол Осман түріктеріне қарсы осы ұлы соғыстың ішінде түріктерге батыс елдері көмекке келмейді деп ойлады. Алайда батыс Еуропаның елдері өздерінің таяу шығыстағы ықпалынан айырылып қалу туралы ойлағанда үрейленіп, бойларын қорқыныш билеп, түріктерге амалсыздан көмекке келеді. 1854 жылы батыс державалары Осман империясы мен Ресейге қарсы бағытталған одақтық келісіміне қол қояды. Одақтастар Ресейдің Қара теңіз флотының негізгі тірегі Севастопольге соққы беруді жоспарлайды. Сөйтіп, Францияның көмегіне сүйенген Осман империясының әскері орыстарды Севастопольдің түбінде талқандаған екен. Алдарыңыздағы құжатта осы Севастопольдің түбіндегі болған оқиғадан үлестірмелі суреттер берілген. Бұл оқиғада жалпы Осман империясы батыс Еуропаның державаларының көмегінің арқасында жеңіске жеткенімен, жалпы оның халықаралық аренадағы жағдайы төмендеп кетеді. 19 ғасырдың соңында Осман империясы құлдырап, шын мәніндегі отар елге айналды. 1879 жылы
Осман империясы өзінің Батыс Еуропа елдерінің алдындағы қарызын өтей алмайтындығын мойындады. 1888 жылы Герман империясының билігіне екінші Вильгельм Гогенцоллернің таққа келуімен түрік сұлтаны екінші Абдул-Хамид Германиямен тығыз байланыс орнатып, біртіндеп немістерге жақындай түсті. Мұны сезген екінші Вильгельм Гогенцоллерн, яғни Германияның императоры, өзін мұсылмандардың қорғаушысымын деп мәлімдеді. Германияның ықпалының Осман империясына орныққандығының басты мысалы немістердің Берлин, Стамбул, Бағдат бағытында теміржол салуы болып табылады. Алдарыңыздағы суретте екінші Вильгельм Гогенцоллерн және олардың Берлин, Стамбул, Бағдат бағытында салған теміржол желісі бейнеленген. 1889 жылы Стамбулда Бірлік және Прогресс деп аталатын Иттихад ве Терраки партиясы құрылды. Ұйымның алға қойған мақсаты конституциялық мемлекет құру болатын. Реформалық шаралар жүргізіп, елдің экономикасын көтеру, қоғамды жан-жақты жаңарту көзделді. Бұл қозғалыстың өкілдері өздерін жас түріктеріміз деп атайды. Бірінші дүниежүзілік соғыстың қарсаңында Осман империясы осылайша немістермен жақындасып, Герман одағына арқа сүйеді. Сондықтан бұлар алдағы уақытта болатын бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде үштік одақтың қарамағына кіріп, бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германиямен бірге тізе қосады. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында алған білімімізді тексеру үшін төменде берілген мәліметтерді хронологиялық ретімен орналастырып көрейік. Қырым соғысының басталуы, бірінші Танзимат реформаларының қабылдануы, Севастополь шайқасы, Бірлік және Прогресс партиясының құрылуы, Абдул-Меджидтің таққа отыруы. Аталмыш берілген 5 мәліметтің жанына бұл оқиғалардың болған жылын табамыз. Және ол жылдарды тауып болғаннан кейін оқиғаларды рет-ретімен орналастырып, астындағы берілген 5 нұсқаның ішінен бір дұрыс жауабын белгілейміз. Екінші тапсырмада төменде берілген кестені толтырамыз. Кестеде Қырым соғысына қатысты графикалық органайзер берілген. Соғыстың басталған жылы, соғыстың басталу себебі, бұл соғысқа қатысушы мемлекеттердің атауы және жалпы соғыс қандай нәтижемен бітті. Жеңіске жетуші елдер мен жеңіліске ұшыраушы елдерді тізбектеп дәптерге толтырамыз. Ол тапсырманы болсақ, бүгінгі сабағымызды қорытындылай түсу үшін үшінші тапсырмаға кезең береміз. Бұл тапсырма тұлғаны таны деп аталады. Тұлғадағы суретке қарай отырып, бұл суретте берілген тұлғаның Осман империясына қандай қатысы бар екендігін анықтаңыздар. Және ол неліктен өзін мұсылмандардың қорғаушысымын деп атады. Жалпы бүгінгі сабағымыздағы жоспарлаған мәліметтеріміз бен тапсырмалардың реті осындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.